Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Жауырын жапсу деген не? Сәбидің арқасында жауырын сүйегі болады. Сол сүйек маңындағы бұлшықеттер тырысып қалады. Оның себебі бесікте көп жататын балдарда, қимылы аз балдарда, дене жаттығуларын жасамайтын балдарда жауырын жапсады. Оның белгілері: бала қолдарын толық көтере алмайды, бала қолдарын ұстағанда мазасызданып жылайды, ұйқысы нашарлайды, тіпті кей жағдайларда температурасы көтерілуі де мүмкін. Оның алдын алу үшін немесе жабысқан жауырынды ашу үшін бала әр ұйқыдан тұрған сайын дене жаттығуларын міндетті түрде жасап отыру керек. Баланың қинап немесе жылатып жасамаңыз. Бұл жаттығуларды жасағанда бала өзін ыңғайлы және жақсы сезіну керек. Енді жаттығуды қалай жасаймыз деген сұраққа осы видеода жауабын таба аласыздар. Баланың арқасына май жағып, жаймендеп, күш салмай, сипалап, уқалап шығамыз, қыздырып аламыз бірінші бұлшықеттерді. Одан кейін баланың арқасын саусақтарыңызбен тітіркендіріп, яғни нервтерін ояту арқылы массаж жасасаңыз болады. Бұл жаттығуларды жасағанда ешқандай күш салмаймыз, яғни омыртқа маңындағы бұлшықетті уқалаймыз, омыртқаға тиісуге болмайды. Сипалап шығамыз жауырынның жанындағы бұлшықеттерді. Жай ғана сипалаймыз. Бала, қайталап айтамын, мазасызданып жыламауы керек. Яғни балаға ауыр тигізбеуіміз керек. Қолдарын жаттығу жасап жібересіз кішкене. Баланың қолын артқа қарай қайырып, шынтақты жерге қарай тигіземіз. Сол кезде жауырын оңай ашылады. Және де жанындағы бұлшықеттерді қайтадан уқалап жібереміз. Ашылмай тұрған жауырынды кішкене күш салмаймыз. Одан кейін тағы да екінші рет қайталаймыз. Баланың қолын артқа қарай қайырамыз. Одан кейін шынтағын бөгіп жерге қарай тигіземіз. Балаға бұл ауыр болмау керек, яғни мазасызданбау керек. Бір күнде ашылмайды қатты жабысқан жауырындар. Бірінші күні жасайсыз, одан кейін екінші, үшінші күндері ашылып жақсы болады. Бұл жаттығуды күніне бір рет істеп тұрсаңыз болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.